Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Ключ на 17 каналы. Менің есімім Али, бұрынғы Бай Қазақ каналының жүргізушісімін. Достар, бүгін біз, мен дәл қазір Шымкент қаласындамын. Кеше маған Ареке звондап өтініш айтқан болатын, оның өзім түріктермен негізі Шымкентте жүрген едім. Соңғы видеода көргендеріңіздей, ол тапсырма алды. Тапсырмада қазақ учет машина алу керек болды. Және Арекенің алған машинасы Лада 2110 десятка. Қазақ учетта. Алдын орыс учетта алған еді, енді қазақ учетта алды. Енді маған звондап не айтты Арман? Маған осы машинаны алып Шымкенттен доверенность жаздырып, то есть доверенность деппін ғой, нотариально заверить етіп, ақшаны табыстап, машинаны көріп, полностью Астана қаласына айдап бару керек болды. Бұл машинаны мен көрдім, Арман сөйлескен кісімен сөйлестім. Ол кісі қазір өзін видеоға түсірмеуді өтінді, бірақ бағасы жайынша келістік. Арекең айтқандай 600 мың наличка бердік, нотариусқа барып, нотариально заверить етіп, Арманның және өзімнің атыма машинаны страховка арқылы айдауға рұқсат алды. Енді бір айдың ішінде Арекең 400 мың теңге егесіне қойып бергеннен кейін, біз номерді 17-ден 01-ге ауыстыратын боламыз. Пока что бір ай көлемінде осы 17 деген номермен жүреміз. Тағы не айтамыз? Машина осы 2004 жылғы. Түсі мына жерде техпаспорт бойынша негізі фиолетовый деп жазылған. На самом деле хамелеон 3 түрлі түсте келеді. Жасыл, көк. Ол светтің жарықтың түскеніне байланысты. Мотор жайлы айтып кететін болсақ, 16 клапан, 1.5, 97 аттың күші бар. Қазіргі Приораларда осы модельдегі мотор, но сәл доработанный да. Оларда кондер бар, еур бар деген сияқты. Негізі Приора мотор тура осы 16 клапанға қарап жасалған. Бірақ айырмашылығы бұл жерде бізде 1.5 болып тұр. Пробег 198 мың. Менің ойымша ол 2004 жылғы машина үшін керемет деп ойлаймын, потому что родной пробег. Мынау біз алып жатқан кісі бірінші хозяин, Арекең получается екінші хозяин болып тұр. Машина көрдім, білдім, мен өзім таныс ағалармен келіп қарадық. Машина ұрылмаған, шірік жерлері жоқ. Идеалға жақын машина. По местам енді бар, шпатлевка жағылған жерлері, оны көрдік. Оның егесі де өзі айттық, не болғанын, қалай болғанын. Сызылған царапина жерлері бар, енді оны в будущем дорабатывать етіп, істеп, полировка жасап көреміз енді. Так, достар, біз жолға шығардан алдын, біз машинаны көргенде бір-екі нюанстары айттым. Бірінші минус бізде дөңгелек болды, дөңгелек ауыстыру керек болды. Біз Шымкент қаласында дөңгелек арзан болғаннан кейін алдыңғы екі дөңгелек алдық, 17 мың теңгеден таныс кісі арқылы 34 мыңға жақсы дөңгелек алдық. Максимус деген корейский производительден. Алдыңғы екі дөңгелекті салдық, жасадық. Бізге машинаны алып жатқаннан кейін бізге подарки бойсықанда мынау чехолын қосып берді. Негізі в основном өздерімен алып қалады ондай. Тағы бір нюанстардың бірі бізде мына бетінде және арғы бетінде мынандай астыңғы жақ аяққа ұратын печканың мынандай жабатын пластмастар жоқ. Екі бетіне ауыстырамыз. Сосын мынандай астыңғы не жоқ, қалай айтса болады, подиум дей ма? Саламыз. Пока что осы. Тағы бір нюанстардың бірі дөңгелекте бізде әлі зимний тұр, шипованный. Оны ауыстыру керек етінге. Плюстардың бірі тонировка жарты жыл бұрын ғана салынған. Прям жақсы жағдайда көрініп тұр. Корейский. Түнде ештеңе көрінбей қалды негізі. Түнде задний жүретін болсаңыз қиналып қаласың, короче. Объяснюка керек. Прям мына есіктің жабылуын қара. Тақ тұр. Мынаны қара. Қаңғылтыр. Жаңбыр жауған кезде тасырлап тұрады. Мынаны қара. Мына наклейканы алып тастаймыз, по-моему, көреміз енді. И тағы бір айтатын нәрсе, бізде задний фонарлар родной, богданский емес. Но бір жақсы жері тонированный. Көргендеріңіздей, темный болып тұр. Но тағы бір нюанс, спойлер өзіңкі емес. То есть десяточный, но басқа түстегі да. Мына жерде байқалатын жер, камерада көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Мынау негізі бізде кішкене шаң болып тұр. Көк түсті болса, мынау бізде спойлер темный, фиолетовый ма, сондай болып көрінеді. А мынау бізде өзінің родной түсі. Незаметно, но на самом деле номер қисық қатырылған. Ол болмайтын болсақ, әшейін отверткамен шешіп, туралай саламыз. Глушитель айтпақшы. Бізде төмен түсіп қалған, салбырап тұр. На самом деле бұл былайынан тұру керек қой, көтерілген кезде тұрады, көрінетін. Сол артын көтеріп тастаған. Мына биіктік қараңыздар. Негізі заводской проставкамен тұрсақ, негізі сәл төменде болу керек. Жай ғана авто каналындағы Нурик бауырымыздың десяткасымен салыстырғанда біздікі көтеріңкі тұр. Арманның өз каналына салған видеода да анық көрініп тұр.
Так, короче, достар, фарасын кішкене көтеріп алдық. Тағы бір минусы сол еді. Бағана көке өзі көмектесті. Машинаны келесі. Төмен қарап қалған еді. Туманикасы істейін деген едік, лампочка алдық та, бірақ уақыт жетпей жатыр. Бізге негізі срочно жолға шығу керек болып жатыр. Негізі мен план бойынша пойызбен кету керек едім. Арекең өтініші бойынша мен машинамен шығам. Так, басқа не? Сол бізге сәттілік. Машинаны айдап барамыз. Құдай қаласа барғаннан кейін Арекең өзіне табыстайтын боламыз. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар, достар. Время тороплю, сахил пруда, стою с букетом роз, вдруг ты не придешь. Жолға шықтық жігіттер. Азық түлеп мен үшін дұға жасап қойыңдар. Амир егеміз. Ветер треплет волосы. Ал достар, біз аман-есен Астана қаласына жеттік. Жолда талай қызықтар болды. Оның барлығын қасында Амир деген інім болды. Екеуміз бірге келіп көрдік. Ең бірінші атап өтетін болсақ, қаладан шығып жатқан кезде Тараз қаласы мен Шымкент қаласының екі ортасында прям трасса, прям тема күшті. Платный жол. Сол трассада біз машинаның барлық күшін тексеріп көрейін деп спидометрді 200-ге жеткізген болатынбыз. Ол видеода бар. 180-200 ұстап жеткізіп көрдік. Баста қорықтық кішкене. Сосын олай сіздерге қайталамауға кеңес беремін, потому что ол қаншама жылдық опыт, қанша жылдан бері машина келе жатқаннан кейін ғана жеткіздік. Ондай қайталамауға кеңес беремін. Тағы бір қызық, Тараз қаласынан жеткеннен кейін, Тараз қаласынан шығып жатқан кезде біз заправкаға кірдік. Заправкада бізде, короче, полный бак құйып шықтық та, кішкене азайды, тағы үстінен доливка жасамақшы болдық. Енді алдымызда ұзақ жол болғаннан кейін құйып алайық дедік. И заправкаға кірдік. Заправкаға кірген кезде бізде мынандай случай болды. Амир, не болды? Короче, полный бак толтырып құйып жатыр мына кісі. Сөйтті де, короче, бензин ағып кетті да. Ағып кетті да. Аяқайдың ақтı да. Тоқтаға тұрасың. Айдалықтан. Өздеріңіз көргендей бізде, короче, заправщик бензин көп толтырып құйып жатыр. Оның үстіне, оказывается, бізде бензиннің бактың құятын жердің горловинасында және герметик не аман екен. Дұрыс ауыстыру керек, короче, под замену. Потому что бізде не болды? Салоннан бензин иісі шығып кетті да. И бағана горловинада трещина алғаннан кейін содан бензин ақты. Ол енді негізі опасно, прям опасно нәрсе. Оны уақыт өте жасайтын боламыз. Ненгаз тәтті мен шудың ортасында Аспара деген жер бар. Сол Аспараға жетпей, бір Аспараға примерно 30-40 емес даже 50 километр шығар, грубо. 50 километр жетпей тоқтап тұрмын, тамақ жеп алайын деп. Сол машина жақсы. Қарны ашып кетті кішкене. Сол мынау бағана жаңбыр болып тұрған тұғын. Ол жерлерде түсірілгенмен шым осылай. Тараздан өттік, Тараздан кейін Луговойдан өттік, Тәттіден өттік, енді Аспарадан өтеміз, Аспарадан соң Шудан соң Саршаған, Саршағаннан соң Балқаш. Так, достар, бізде бірінші случай машинаны 200-ге шығарып тексеріп көрсек, екіншісі ол бізде бактан бензин кетіп қалды.
Үшінші случай ол бізде Балқаш қаласына жақындаған кезде мен стабильно 120-100-бен келе жатсам, негізі 100-120 арасында, смотря жолдың қандай екеніне байланысты. Жаңа жолмен келе жатқан кезде мен жанынан 160-пен прям фура зу өтіп өтті. И менде фара кішкене слабый болғандықтан, анау қотыр жолда мен қайттан жолға төмен қарап қалды. Негізі қаладан шыққанда туралап шыққам. И сол фураны мен бірге освещениесі жақсы болғаннан кейін артынан бірге жүріп өттім. И бір кезде ана фура до такой степени қатты жүргені сонша, видеода өздеріңіз көресіздер. Бля, мына фура 20-мен жүріп бар ғой, 20-мен 140-мен жүріп әрең жетіп алдым бар ғой. Балқашқа қарай жақындадық та 140-пен жүріп әрең жетіп алдым қазір. Ёбаный жизнь. Пиздеш жүреді екен. Жанымнан 150-мен өтті бағана бар ғой. Мен өзім 120-мен кетіп барадым, мына 150-мен жанымнан өтті ғой. Пиздес. Енді қазір енді аппарат алып алды да бұл, мен 90-мен кетіп барадым мысалы. Әрең жетіп алдым. Ебать. Здесь я просто делал то, что умел делать левым. Я просто собрался, знал, что здесь мой выбор. У меня была мечта и было не доехать. Мен спидометрім 150-160-ға дейін апардым. Прям 140 әрең қуалап жеттім ана фураны. Осындай жағдайлардан кейін қалаға 3-4-тер шамасында шықсақ, 12-11-лерге қарай біз Астана қаласында болдық. 18-18 сағат примерно жүріп келдік. 1 сағат Балқашқа жеткен кездегі дем алдық, потому что уже қатты ұйқы қысып кетті. Одан кейін қасымда жол серік жігіт ұйықтап қалды. Ұзақ жол болғаннан кейін қатты видео түсіріп отвлекаться ете алмадым. Осылай сөзбен айтып жеткізуге тырыстым. Машинаны қазір мойкаға кіргіземін. Мойкадан соң Арекеңе звондап кешке жолығамыз деген тұғым. Арманнан машинаны ютубқа түсіретін болғаннан кейін видеода әдемі көріну үшін тез жуып шықтық. Қазір армандар мынау Хазірет Сұлтан парковкасына келу керек. Қазір парковкаға тұрамыз. Мына жерге қоя берейік. Черный лев. Ассалаумағалейкум, родной. Қалай? Амансың ба? Алтыншы? Сен оны келіскенін айтсайсың енді. Айтпа, родной. Сен де Алидің көрермендері ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ал біз де келіп жеттік. Али бауырымызға көп рахмет, машинаны айдап алып келді. Страховкасы бәрі нормально алып алдым ғой да? Бәрі по закону. Құдай қалса енді полностью сумма, одан кейін артың аударылады, брат. Сел негізі жақсы машина. 14-шканың рөлін айтсайсың, бәрінің. Так. Дауысты айтсайшы, брат. Жалпы қалай айтсың, нормально келді. Жақсы, брат, 200-мен жүрдім ғой. Қош? Видеода сағат болыңыз ғой. 16 клапан. 16 клапан, онысы жақсы. Приора мотор бар. Сол, брат. Достар, көрімдік беруді ұмытпаңыздар. Так, артын көрейік ал. Келді ғой. Ең бастысы қазақ учет. Мән беріп қойдыр, мен родной. Рахмет. Машина бірінші Өзіміз есептесеміз айдап берген. Ол жағым. Бір ай сұрып бізде. Қолхат деген қағаз ұмытпадым ғой. Неде бардачокта тұр. Главное, ол жағым трайын завертен. Видеоларды
тоқтатайық. Ары қарай біз енді машинаны өзіміз қарап, былайынан машинамен танысайық. Енді көріп жатырмын ғой мен маған. 1.5, 16 клапан, 17 бұйыртса алдағы уақыттарда да обзор жасайтын боламыз. Достар, осымен бүгінгі біздің видео өз мәресіне келіп жетті. Али бауырымызға көп рахмет. Аман есен айдап алып келді. Ойбай 200 бен дейді ғой көбелерім, бұйыртса мықты екен.